ағылшын тілінде екі рет болымсыз сөз тұруға болмайды. Мысалы, I didn't do nothing. Мен еш нәрсе істемедім, иә. Бұл жерде didn't деген болымсыз сөз, nothing деген сөз болымсыз сөз. Яғни бұлай айтуға болмайды, бұл қате. Яғни қалай айтамыз? Мен еш нәрсе істемедім. Nothing орнына anything-ді қоямыз. Яғни any мен келетін сөзді болымсыз және сұраулы сөздерді сөйлемдерді қолдана аламыз. Яғни I didn't do anything. Мен еш нәрсе істемедім. Осылай дұрыс айтылған дұрыс. Немесе I do, мен істедім. Nothing, еш нәрсе. Яғни бір ғана болымсыз сөз жеткілікті. Яғни мен еш нәрсе істемедім. I do nothing деп те айтуға болады. Тағы да мысал келтірейік. I don't know nobody дейді. Мен ешкімді білмеймін. Бұл жерде де don't және nobody деген екеуі де болымсыз сөз. Сондықтан бұл қате болады. Бұның орнына біз I don't know anybody дегеніміз дұрыс. Nobody-ның орнына anybody-ді қоямыз. Сол дұрыс. Яғни мен ешкімді білмеймін. Осы дұрыс. Немесе I know, мен білемін nobody, ешкімді. I know nobody, яғни мен ешкімді білмеймін деп мағынасы ауысады. Яғни бір сөйлемде екі болымсыз сөз болмайды. Оның орнына any немесе біреуі болымды, біреуі болымсыз болу керек.